период обязательно приводит. А на данный сейчас уже почти уже конец августа месяца. Фатима Курсукова жұмысшы кентінің тұрғыны. Жеке сектордағы үйде тұрып жатқанына 4 жылдан асқан екен. Айтуынша, ұялы телефондарды түнде тоқ көзінде тастамауға, үтік немесе электр пештерді уақытылы сөндіріп отыруға жақындарына әрдайым айтып отырады екен. К нам приходит очень часто. Бізге өрт сөндірушілер жиі келіп әңгіме жүргізеді, жылыту маусымында пешпен қалай жұмыс істеу керектігін түсіндіреді. Барлық қауіпсіздік ережелерін сақтауға тырысамыз, өйткені әрбіріміздің өміріміз өз қолымызда. Мәселен, күнделікті өмірде тоқ көздерінің ажыратқыштардың немесе электр құрылғылардың дұрыстығына көз жүгірте салуға ерініп жатамыз. Алайда күніңіздің бірер минуттың сақтық шараларына арнасаңыз, бірқатар келеңсіз жайттардың болмауына себепкер боласыз, дейді мамандар. Аталмыш сақтық шаралары бір айдан кейін басталатын от жағу маусымында апатты жағдайларды алдын алуға бағытталған. Мамандар өңірде жылдың суық мезгілінде өрт фактілері күрт көбейетінін айтады. Сол себепті төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері Петропавл қаласының көшелерінде тұрғындармен жолығып, қауіпсіздік ережелерін естеріне салды. Управлением ЧС города Петропавловска проводятся каждодневные рейды. Петропавл қаласының төтенше жағдайлар басқармасы өрт қауіпсіздік шараларына күнделікті рейд жұмыстарын жүргізеді. Тұрғындармен электр құрылғыларын дұрыс қолдану, жағылатын пешті уақытылы сөндіріп отыру сынды тақырыптар қозғалды. Петропавл қаласы бойынша өрт фактілері көбіне жұмысшы кенті сынды жеке секторларында орын алады. Яғни үйлерінде жатып темекі шегіп, немесе масан күйде электр құрылғыларын тоқ көзінде ұмытып кеткен жағдайлардың соңы қайғылы аяқталуы мүмкін. Жыл басынан Петропавл қаласы бойынша 126 өрт фактісі тіркеліп, қызыл жалын 9 адамның өмірін жалмаған. Оның 4-еуі кәмелеттік жасқа толмаған балалар. Жалпы есеппен 46 миллион теңгеге шығын келтірілген. Гүлімжан Қайырбекова, Қуаныш Әлтенов, Первый Северный.